Үйге қандай сүре қосса болады дейді. Қайсысына смотря, қандай Bluetooth-қа қосасың ба, қандай системаға қосасың сені? Қандай система, CarPlay ма, қандай сені? Bluetooth-пен қосасың ба, Wi-Fi-мен ба, Яндекс Home-ға қосасың ба, қайсына қосасың? Айналайын, үйге Құран қосудың керегі жоқ. Құранды өміріңе қос. Құранды Bluetooth-пен қоспа, Құранды өмір деген Bluetooth-қа қосасың. Өмір деген Bluetooth-қа қоссаң, жақсы болады. Баязид Бастами деген үлкен әулие өткен. Сол Баязидтен біреу сұрапты, бұл Құдай мені кешіру үшін не істейін дегенде айтыпты, бүкіл жақсылықтарыңды, тәубеңді жина депті. Оны аласың да көз жасыңның жасына араластыр депті. Содан кейін оны араластырғаннан кейін ар намыс деген електен өткіз депті. Мен лайықтым ба осы, Құдай-ай, мен деп соны өткіз, әбден өзіңді іштей же депті. Содан кейін соны пісір, ұяттың отына ұялып соны пісір депті. Мынау мен күнәм деп бүйтіп ойлап жүр депті. Соны піскеннен кейін, сол піседі ғой күнә, сол піскеннен кейін соны өміріңнің алдына қойып қой деген бір бағытта сөзі бар, айналайын. Сол үшін ол адамның Алла ризалығы үшін жеткен кезде адамның бірінші ақылы, дін өзі кімге керек? Ақылы бар адамға керек, миға керек. Миы бар адамға ақыл тұнық деп сұра, тұнық болсын де. Үйренетін адамның да иманы биік, ұлық болсын де. Одан мінезі майысқан, арлы, намысты, сынық болсын. Қазақ өйтіп сынып тұрған сияқты болады. Адамға деген ойы, жақсылық ойы тұнық болсын де. Сонда жақсы болады.